Егер ауыз ашатын болсаңыз, не нәрсемен ауыз ашу сүннетке сай болатынын білесіз бе? Ендеше мына хадиске назар аударыңыз. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الترمذي. İmam Tirmizi'den жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи ва сәллем былай деген: сендерден біреу ауыз ашатын болса, құрмамен ашсын. Ал егер құрма таба алмаса, сумен ашсын. Өйткені расында ол тазартушы. Алла Тағала ұстап жатқан оразаларымызда, оқып жатқан тарауих намаздарымызда, жасап жатқан игі амалдарымызды қабыл етсін. Рамазан мүбарак болсын.